Қайырлы күн, құрметті білім алушылар. Қазіргі қазақ тілінің морфология курсы бойынша келесі дәрісімізді бастаймыз. Дәрістің тақырыбы етістіктің лексика-грамматикалық сипаты. Бұл дәрісте қарастыратынымыз етістіктің лексика-грамматикалық сипаты, етістік түбірі мәселесі, етістік түбірдің семантикалық ерекшеліктері, категориялары, түрлену жүйесі, негізгі және көмекші етістіктер, аналитикалық етістіктер мен аналитикалық форматтар, олардың күрделі етістіктердің айырмашылығы, сыпат категориясы, қалып етістіктердің ерекшеліктері деген секілді мәселелерді қарастырамыз. Етістікке анықтама берген кезде Ыбырайым Маман былай дейді: етістік қимылдың немесе қимыл түрінде өтетін түрлі процестердің атын білдіретін сөз табы дейді. Ал енді қазақ тілінің грамматикасында етістік тобын құрайтын сөздер іс әрекет, қимыл қозғалыс, күй тәрізді толып жатқан құбылыстарды, сонымен қатар белгілі мезгілдік сипаттарды білдіреді деп береді. Етістікті сөз табы ретінде танытатын белгілер қандай? Етістік жалпы алғанда грамматикалық категорияларға өте бай, өте күрделі сөз табы. Сондықтан да етістікте сөз табы ретінде танытатын үш принципте бірдей көрінеді. Оның семантикасы неден байқалады? Оның семантикасы қимылды білдіруі, болымсыздық мағына беруі және салт сабақтылық мағына беруі. Ал енді морфологиялық принцип бойынша оның грамматикалық категориялары түрлену жүйесі негізге алынады. Етістік сөз табы грамматикалық категорияларға өте бай, 6 бірдей категориясы бар, демек түрлену жүйесі бар деген сөз. Үшінші синтекстік принцип оның атқаратын қызметінен көрінеді. Етістік болатын сөздер негізінен сөйлемде баяндаушы қызмет атқарады және тіркесімдік тұрғысынан алған кезде үстеу сөздермен, зат есімменен тікелей тіркесіп қолданылады. Етістік мәселесін қарастырған кезде етістік түбірі мәселесіне ерекше мән беру керек. Оның себебі етістіктің басқа сөз таптарынан ерекшеліктері оның түбір күйінде сөйлем ішінде қолданылмайтындығы. Етістік түбірлері негізгі түбір етістіктер, мысалға ал, кел, тұр, жаз, жу, сұра, қама дегенде. Туынды түбір етістіктер, яғни жұрнақ арқылы жасалған етістіктер, қолда, басқар, бірік, кішірей деген сияқты. Біріккен немесе кіріккен түбір етістіктер, әкел, апар, айт, сөйт, бүйт, түрегел деген секілді. Қосарланған етістіктер, сылап сипау, алдап сулау, бөліп жару, бара тұра, сөйлей, оқып деген секілді етістіктер. Және тіркесті түбір етістіктер кездеседі. Ғалымдардың түрлі жіктеулері бар. Мысалға, Ыбырайым Маман негізгі түбір етістіктер, туынды түбір етістіктер, біріккен түбір етістіктер, тіркесті түбір етістіктер, қос түбір етістіктер деп жіктесе, Ахмеди Ысқақов түбір етістіктер, туынды етістіктер, күрделі құранды етістіктер, мұнда есім сөзбенен етістіктің тіркесіп келуі, мысалға үлгі қыл, қабыл ал, айғай сал деген секілді. Сонымен қатар құрама немесе жай күрделі етістіктер дейді. Алып кел, келіп кет, алып бар. Мұнда негізгі етістікпен көмекші етістіктің тіркесуі немесе негізгі етістікпен негізгі етістіктің тіркесуі берілген. Және изиомаланған етістіктер деп тұрақ тіркестерді айтады. Мысалға, жұмған аузын ашпай қойды, жігері құм бола жаздады деген секілді. Сонымен қатар негізгі етістікпен көмекші етістіктерден құралған етістіктерді жеке дара бөліп алып, аналитикалық етістіктер деп айтады. Ал ғалым Нұржамал Оралбайдың жіктеуі бұдан сәл өзгешеленеді. Олар негізгі түбір етістіктер, туынды түбір етістіктер алдыңғы етістіктермен бірдей болса, қалған екі тұлғадан тұратын етістіктерді күрделі етістіктер және аналитикалық етістіктер деп екі топқа бөліп қарастырады. Оның ішінде тіркесті түбір етістіктер, құранды етістіктер, яғни есім сөзбен етістіктен жасалған, идиомаланған етістіктер деген сияқты етістіктердің түрлерін күрделі етістіктер деп атаса,
Ал енді аналитикалық етістіктер дегенге негізгі етістік пен көмекші етістіктен тұратын етістіктерді қарастырады. Сонымен қатар етістік түбіріне байланысты мәселе оның анықтамасын беруден көрінеді. Есім сөздер мен етістіктерді арнайы зерттеген Төлеуовтың зерттеуінде етістіктердің түбірін бұйрық рай екінші жағымен бірдей деп қарайды. Яғни етістіктің түбірі бұйрық райдың екінші жағында болады дейді де, бүкіл етістіктер осы бұйрық райдан тарап жатады дейді. Яғни бұл екеуін бір ретінде қарайды да, яғни түбір тұлғадағы сөзде бұйрықтық мағына бар деп түсіндіреді. Мұндай түсінік басқа да зерттеулерде кездеседі. Мысалға, академик Ысқақовтың зерттеуінде түбір етістіктер деп екінші жақ тарапқа тікелей я бұйыру, тілек айту мағынасын білдіріп, бұйрық я тілек рай формасымен түрлес, ұқсас, орайлас болатындықтан дейді. Грамматикада бұйрық тілек райының жекеше түрінің екінші жағының формасы саналады дейді. Яғни етістіктің түбірінде әрдайым бұйрықтық мағына болады деген анықтама беріп, етістіктің түбірі бұйрық райдың екінші жағы деп түсіндіреді. Енді етістік түбірдің қолдану ерекшелігіне байланысты да мәселелер жоқ емес. Біріншіден, етістік түбір күйінде қолданылмайды. Сонымен қатар, болмыс етістік тұлғасында да, етіс тұлғасында да сөйлемнің ішінде келмейді, кездеспейді. Мысалға, отан үшін отқа түс күймейсің дегенде, түс деген сырттай қарағанда түбір секілді көрінгенмен, ол түбір емес. Ол жерде етістігіміз бұйрық райда жіктеліп тұр. Сен түс болғандықтан екінші жақта жіктеліп тұр. Сондай-ақ атаңның баласы болма, адамның баласы бол дегенде болма, бол етістіктерінде бұйрық райда жіктеліп тұр. Сондықтан ода категориялық грамматикалық мағыналар бар. Етіс тұлғасында келген ол екеуін айтыстыр деген мысалда да сөзіміз айтыстыр деп етіс тұлғасымен аяқталып тұрған жоқ. Ол жерде де екінші жақтық, бұйрықтық мағына бар. Етістік түбірдің жіктелуіне байланысты да өзіндік ерекшеліктері бар. Себебі етістік түбір күйінде ешқашан жіктелмейді. Яғни мысалға, мен келмін, сен келсің деп жіктей алмаймыз. Тікелей жіктелетін бізде тек қана қалып етістіктері. Оның да өзіндік тарихи себебі бар. Себебі қалып етістіктері түбір емес, ол тарихи тұрғыдан түбір мен қосымшаға ажырайды. Мысалға, отыр, тұр, жүр етістіктерін түбір мен қосымшаға қазір ажырата алмаймыз. Ал жатыр етістігін жат және ар деп ажыратуға болады, себебі жат деген мағыналы бөлшек болып тұр. Етістік мәселесін арнайы зерттеген ғалым Ыбырайым Маманов осыған байланысты былай дейді. Түркі тілдерінде түбір етістіктер ешқашан басқа сөздермен тіркеске енбейді де, сол күйінде дербес сөйлем мүшесі бола алмайды. Етістіктер есімше, көсемше, қимыл есімі, рай формаларында түрленгенде ғана басқа сөздермен синтаксис қатынасқа еніп, сөйлем мүшесі қызметінде жұмсалады дейді. Көмекші етістіктерді жинақтайған кезде таза көмекші етістіктер және әрі негізгі, әрі көмекші болады етістіктер деп бөлсек болады. Таза көмекші етістіктерге е, де, ет, жазда деген төрт етістік жатқызамыз да. Ал енді әрі негізгі, әрі көмекші етістіктерге бол, қыл, ал, бар, баста, жатыр, жүр, тұр деген секілді етістіктерді жатқызамыз. Жалпы аналитизм деген сөз адырау, бөлу, бөлшектеу деген мағынаны береді. Яғни екі тұлғадан тұратын негізгі етістік пен көмекші етістіктен құралатын етістіктерді біз аналитикалық етістіктер деп айтамыз да. Оны жасауға негіз болатын тұлғаны аналитикалық формант дейміз. Сонда формантымыз бір қосымшаның орнына жүреді деген сөз. Аналитикалық форманттар тілде қандай да бір мағыналарды беру үшін қолданылады. Мысалға алатын болсақ, п менен ал форматын алатын болсақ, негізгі етістікке жалғанған кезде субъектінің басқа істі қойып, тікелей әрекетті өзі үшін істеуін білдіреді. Мысалға, тауып ал, жазып ал, жұлып ал, жуынып ал дегенде, бұл адамның өзі үшін өзі істейтін әрекеті. Ал енді осы п форматының орнына и форматын қойсақ, көсемші тұлғасын, и мен алдың қосындысы басқаша мағына береді.
ол амалды жүзеге асыру, орындау мүмкіндігін білдіреді. Мысалға үйден шыға алмады десек, іске асу мүмкіндігі, бітіре аласың ба дегенде мүмкіндік, яғни модальділік мағына беру үшін қолданылып тұр. П мен бар етістігі тіркесі, форманты амалдың бірте-бірте үдеуі немесе бәсеңдеуін білдіреді. Мысалы, кетіп барады, тасып барады, айтып барады дегенде, ал и мен бар форматы амалдың мақсатын не жол жөнекей істелетін әрекетті білдіреді. Мысалы, ала бар, сұрай бар, қарай бар. Мысалға, сәлем айта бар десек, адам менің айтқан сәлемімді айту үшін арнайы бармайды. Ол жол жөнекей істелетін әрекетті көрсетіп тұр. Сондай-ақ п мен бер, и мен бер форматтарының да мағыналары өзгеше. Мысалы, п мен бер амалдың бөгде адам үшін істелетінін білдірсе, мысалы, айтып бер, жазып бер, алып бер дегенде, жаза бер, қарай бер дегенде, қарай бер, айта бер, жаза бер дегенде амалдың тоқтаусыз жүзеге асуын білдіреді. Сипат категориясы. Бұл қимыл әрекеттің орындалу ағымын білдіру деген сөз. Оның екі түрі бар: созылыңқы сипат және аяқталған сипат. Қимыл ағымы процесс түрінде өтетінін білдірсе болса, ол созылыңқы сипатқа жатады. Ол көсемше формалы сөздің қалып етістіктермен тіркесу арқылы жасалады. Ал аяқталған сипат дегенде қимыл іс-әрекеттің ағымы мен өту шегінің аяқталғанын көрсететін етістіктің бір түрі. Ол көсемше формасының көмекші етістіктермен тіркесу арқылы жасалады. Мысалға, қал, қой, таста, шық, жібер деген сияқты етістіктеріміз осы іс-әрекеттің өту ағымының тез жүретінін көрсетеді. Қалып етістіктерінің өзіндік ерекшеліктеріне де тоқталып өтейік. Қалып етістіктері негізінен көмекші етістік ретінде де қолданылады. Мысалға, әңгіме айтып отыр дегенде, негізгі қимылымыз айтып болса, отыр көмекші етістік. Сонымен қатар лексикалық мағынасы бар етістіктер бұлар. Яғни жеке дара өзі сөйлем мүшесі болып бола алады. Әрі қалып етістіктері қимылдың түрлі жаңағыдай өту сипатын, ағымын білдіреді, қимылдың қалпын білдіреді дейміз. Сонымен қатар қалып етістіктері тікелей жіктеледі. Оның себебі айтылды. Себебі ол тарихи тұрғыдан түбір мен қосымшаға ажырайды. Әрі тілімізде басқа өзге етістіктерге етіс жұрнақтары қосыла береді, ал қалып етістігінен өзге етіс форматы жасалғанмен өздік етіс жасалмайды дейді. Мысалға, сонымен қатар толымсыз көмекші етістік негіздеріне көмекші етістіктер тіркеспейді, ал қалып етістіктеріне тіркесе береді. Мысалға, тұр еді, жүр еді, жатыр еді деген секілді. Етістіктің жалпы лексика грамматикалық сипатына байланысты айтылатын мәселелер осылар. Ал енді бұл тақырыпқа қатысты мәліметтерді қосымша әдебиеттерден қарап біле аласыздар. Сабақты тыңдағандарың үшін рахмет. Қош сау болыңыздар.